Мен Қарағанды облысы Шет ауданы Жұмыскер ауылы Абай атындағы жалпы білім беретін мектептің 9-шы сынып оқушысы Амангелді Нұрсая. Менің тақырыбым мен заңгер мамандығын таңдаймын. Неліктен мен заңгер мамандығын таңдадым? Біріншіден, біз өз құқығымызды толықтай білуіміз керек. Екіншіден, өте қызықты мамандық. Үшіншіден, бұл менің болашақ мамандығым. Төртіншіден, жауапкершілікті қажет етеді. Бесіншіден, сұранысқа ие. Алтыншыдан, елдің әділетті өмір сүруіне тікелей әсер ететін мамандық. Бұл мамандықтың шығу тарихы. Заңгер мамандығы күрделі әрі жиі өзгерістерге ұшырап отыратын сан алуан заңнама негіздерін білуді және де үнемі өзін-өзі жетілдіріп талап ететін мамандық болып табылады. Мәселен, егер заңгер бірнеше күрделі маңызды істерді сотта сәтті қорғап шықса, әдетте ол танымал және сұранысқа ие адвокат болып шығу мүмкіндігіне ие болады. Заңгер өмірі. Заңгердің өмірі күреске толы. Күнделікті неше түрлі адамдармен кездесіп, олардың басына түскен қиын тағдырмен күресу оңай шаруа емес екендігі бәрімізге мәлім. Ал сол жазықсыз пенделердің заң жағынан білімі жоқ азаматтардың құқығын қорғауға міндетті адамдар заңгерлер. Сол себепті заңгер заңды толығымен білуге міндетті. Мамандықтың мазмұны. Әрине, көп адамдардың заңгер болуға деген құштарлығы бекер емес. Заңгер мамандығы пайда болған қиындықты шешуге бағытталады. Заңгер әділетсіздіктің құрбаны болған тұлғаға, қылмыстан зардап шеккен жәбірленушінің өз құқықтарын қалпына келтіруге, оларды қорғауға, заңсыз жұмыстан шығарылған адамның қайта жұмысына тұруына, даулы мүліктік және тұрғын үй сұрақтарын шешуге көмек береді. Тергеуші судья болып жұмыс істейтін заңгер қылмыскерге әділ жазасын беру үшін қызмет етсе, прокурор болып қызмет атқаратын заңгер заң бұзған шенеунікті жауапкершілікке тартады. Заңгер жұмысы құқық үшін күрес. Ол күрес заңгерлерге үлкен рухани ләззат сыйлайды. Заңгер маманының қасиеттері мен қабілеті. Біріншіден, заңгер жан-жақты білімді болуы шарт. Себебі білімді әрі сауатты заңгер кез келген мәселені шеше алады. Екіншіден, заңгер әрдайым ізденісте болып өзін-өзі дамытып отыру керек. Мысалы, сот залындағы отырыстарға барып тұру. Бүгінде сот залындағы отырыстар ашық түрде өткізіліп отырады. Бұл жерде сіз көрмеген нәрсені көріп, естімегеніңізді ести аласыз. Үшіншіден, адамдармен оңай тіл табыса алуыңыз қажет. Сіз әрдайым адамдармен қатынаста болғандықтан, олардың әртүрлі екендерін ескергеніңіз жөн. Кәсіптік білім беру ұйымдары. Осы білім беру ұйымдарынан сіздер заңгер мамандығын оқып шыға аласыздар. Бұл мамандықтың жақсы жаман жақтары. Заңгер болудың артықшылықтары. Білім базасының жоғары болуы, тұрақты түрде өзін-өзі дамыту, адам психологиясы жете тани білу. Сондай-ақ еңбекқорлықты басты назарда ұстап, алысты барлау да заңгер үшін керек қасиет. Кемшіліктері: уақыттың аздығы, мұқияттылықты талап ететін көлемді құжаттармен жұмыс жасау, психологиялық жауапкершілік, өз ісіне мұқият болу. Мамандық сұранысы. Қазіргі уақытта еңбек нарығында заңгер мамандығы 80% сұраныста болып отыр. Бұл мамандық аса жауапкершілікті қажет еткендіктен грантта жоғары шекті балл және грант аз бөлінген. Қолданылған әдебиеттер. Назарларыңызға рахмет.